жолы үнемі тақтайдай түзу бола бермейтіні белгілі. Және өмір заңы да қатал. Кейде жоныңнан таспа тілердей қатты кететін кездерде кездеседі. Қызық, кейде осы қаталдығының өтемі сияқты алақанын тоса қоятын сәттері де жетерлік. Және жетістігі мен сәттілігін ұсынатын кездері де кездеседі. Бұған тек шыдам мен ақыл қажет. Сонда ғана сені ел танып, алақанына салады. Міне тағдыр талайы деген осы. Міне осындай өмірдің суығына тоңбай, ыстығына күймей, адами тірліктің ащы да тәтті дәмін татқан жан. Инновациялық Евразия университетінің вице-президенті, физика-математика ғылымдарының кандидаты, профессор, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері, 3 баланың әкесі, 7 немеренің атасы Қажыкен Қабышұлы Қайдаров. Әр кездің өзінің ерекшелігі бар, өзінің жетістіктері мен қиындықтары бар, жіберген қателіктері де бар. Сондықтан мен өз ойым осы кейінгі жастарға да, ұстарға да, Павлодардағы 2 жоғарғы оқу орны ашылған кезден бастап істеп жатырмын ғой. Павлодар жоғарғы оқу орындарының осындай қалыптасуына, сол оқу орындарын бірге өсіп, бірге қайнап жатыр. Сондықтан бір естелік жазбақшы ойым бар. Кез келген адамның есінде балтырын жусан жыра желмен жарысып, қозы қайырған сәті балалығы мәңгі қалатыны шындық. Адам болып қалыптасу кезеңі Қажыкен Қабышұлының күні кешегідей есінде. Әкесінің жазықсыз халық жауы деген атпен 10 жылға сотталып кеткенінен кейін, анасы осы қасіретке шыдай алмай қайтыс болады. Бұдан кейінгі тәрбиесі әжесі Шәріпжамалдың мойнында болады. Жұт жеті ағайынды демейме, әжесі аяқ астынан екі көзінен айырылып, зағип болып қалуы Қажыкенді ерте сөйтеді. Міне балалығы соғыс сұрапылына тап келген сол кезді әңгімелегенде, кітаптан оқып отырғандай нақтылықпен еске алуы керемет. Алдында сан арман, сан таңдау тұрған бұл баланың өмір жолынан адаспағаны парасаттылығы. Мен қиындықтың қыспағында да, ауырдың азабында көрдім. Балалық шақта әкем колхоздың бастығының орынбасары болып, ақар-шақар үй болатын бізде жанұя. Сол әкем 43 жылы 10 жылға сотталып кетті де, ал әжем мен атам, әжем менің бір туардан 2 жыл бұрын көзі кетіп, колхоздың жұмысында жүргеннен кейін. Сол 47 жылы 1 классқа барғанда шешем, артынан 2 айдасын атам қайтыс болды. Сөйтіп үлкен бір жанұядан соқыр кемпір жетім бала болып қала бердік. Әлгі өмірдің жақсылығы да, қиындығы да аралас жүреді деген сол ғой. Бірыңғай жақсылық бола бермейді. Бірақ қуанатыным сол қиындықтың бәрі жас кезде, бала кезде болды. Шәріпжамал әжейдің баласы Қабыш 1949 жылы Карлакта қайтыс болады. Небәрі 10 жастағы Қажыкен Қабышұлы әкесін іздестіреді, бірақ нәтиже болмайды. Әже ұлының артында қалған тұяғы Қажыкенді жеткізуді мақсат етеді. Немересінің білім алғанын қалайды. Ата балаға сыншы демекші, Шәріпжамал әжесінің оқуға зерек немересінің білім мен ілімнің тереңіне бойлай алатынын ұғып, болашағына болжау да жасағаны көріп келдік емей немене. Қажыкен қараңғы, оқымаған қарапайым әжесінің болашағын болжап дұрыс бағыт сілтегеніне әлі таңғалады. Талай рет дедом қаламыз деп те келіп атты. Бірақ сол кездегі мейірімділік, адамның бір-біріне деген қамқорлығы қазақтардың қойылды. Жесірін тентіретпей күтетін. Ағам да, немере, әжем де, мен жаным барда ешқайда жібермейміз деп бауырынан шығарған жоқ. Бірақ ауылда 7 жылдық қана мектеп болды. Қызылжардан оқыдым. 5, 6, 7, 4-ті. 5 шақырым жерге жаяу барып оқыдық. Ол кезде білмеймін, тұрмыстың ауыры ма, қыста суық болатын сияқты, қарды көп сияқты. Қазір өзгеріп кеткен сияқты ауырайым. Сол 7 класты бітіргеннен кейін осы интернат пансионға Абай атындағы мектептің жанындағы жатып, Абай атындағы мектепте оқыдым. Басқа сүйенер болмағаннан кейін оқуды жақсы оқуға тырыстым енді. Барлық қолымнан келетін сол ғой деп.
10 жылдықты 57 жылы күміс медальмен бітіріп шығып, енді ауылға келіп, әжеммен қоштасып, қал жағдай білейін десем, жаңағы немере ағай әжемді кішкене үгіт насихат жүргізіп қойыпты әжеме. Жалғызыңды қайтесің, мына жерде бухгалтерлік мектеп бар, соны бітірсін, сосын қызмет істейді, үйлендіріп, шөберек өресің деп. Келгеннен кейін ағама жолықтырмай, әжем өзі жеке шақырып алды да айтты. Егер де ағаң бір сөз айтып, соған сеніп, мен деп қалатын болсаң, мен бұл дүниеде риза болмайым. Менің өмірім өтіп бара жатыр, а сенің болашағың алда. Ел тары, мен тауық. Әрбір халық көмектесіп жатыр. Елдің ішінде мен ашта, жалаңашта болмаймын. Оқуға бар, жақсы оқудың жалғастыр деп. Сол әжемнің сөзін, егер бір көзіне жас алып, тым болмаса менің жанымда қайдаға бара жатсың, кетпе десе, мен ешқайда бармас едім ол кезде. Содан кейін оқуға кеттім. Сол кезде әлгі үш бұрышта конверт жоқ, хатпен келеді, арасында шағынған ақша. Сол сентябрь айында, октябрь айында алып тұрдым да, ары қарай ақша да келмейді, хат та жоқ. Сол кезде біздің бір деканымыз Ибрашев деген ғалым адам. Әлгінің алдына талай бардым. Мен елге барайын, әжем көзі көрмеуші жүрсе, мүмкін машина қағып кеттім, или басқа жағдайларда апатқа ұшырап қалдым, біліп келейін деп. Ол кісі айтады, осы талай балалар елге кетіп, осылай сылтау тауып қалып қоятында. Сен оқуынан қаласың, мен тілімді алсаң, қысқы каникулда бар деп. Ақыры бел байлағаннан кейін 2 айлық стипендиямды алып беріп, міне адамгершілігі соғыс. Шығарып салды да айтты, бірақ міндетті түрде қайтып оралуым керек. Оқуың жаман емес. Сол ауылға келдім, ол кезде пойызбен ұзақ жүреді. Келсем, әжем сол 2-ақ күн төсек тартып, ол кісілерді хабар бере алмапты. Сосын айтқан екен, жүріп тұру ең қысты күні, кішкене каникулғы кезінде шақыртып алып айтармыз деп. Сол 1 жұма жүрдім, 2 жұма жүрдім. Содан кейін ойлайым, енді әжем болса о дүниелік болып кетті. Әлгі тосынан естіген хабардың уыты кете бастады. Кішкене есім кіре бастады. Сосын бел байладым да қайтадан Алматыға келдім. Оқу инемен құдық қазғандай деген емес пе? Артынан келер көмек жоқ екенін білетін зерек жігіт қайтсе де жақсы оқуға тырысады. Жақсы оқығандықтан Новосибирскінің жоғарғы оқу орнына жолдама беріледі. Новосибирскідегі университетте сапалы білімге ден қойып, ғылымға бір табан жақындай түседі. Сол бәріміз тырысып оқып, ойдағыдай бітіріп шықтық. Енді Новосибирск атақты ғалымдар, ол кездегі бұрын көрмеген, атағы бүкіл әлемге жайылған Лаврентьев, Мальцев, менің жетекшім болған академик Работнов, Буткер, өте көп ғалымдар. Кететін кезде тіпті біз әлгі сынақ кітапшамызды солардың қолы бар алып кетсек деп едік. Бірақ тәртіп бойынша бермеді ғой. Соны ректорымыз академик Векуа деген Лениндік сыйлықты алып, сол бітіретін кешті өз қаражатына жасап, бәрімізді бір кеш той өткізді. Жас маманның алғашқы еңбек жолы 1963 жылы басталады. Дипломды маманды жолдамамен Павлодардың индустриалды институтына жібереді. Алғашқыда теориялық механика кафедрасында ассистент, одан кейін аға оқытушы болып еңбек жолын бастайды. 45 жылдық еңбек өтілінің 39 жылы басшылық қызметпен жалғасады. Осы жылдар ішінде үлкен жүректі азамат, алдынан қаншама мамандар қанатқа құяға ұшпады дейсіз. Ол кісінің шәкірттері бүгінде республиканың түкпір-түкпірінде ірі кәсіпорындар мен өндірістерде абыройлы еңбек етіп жүр. Ал математиканы таңдағаным, өзі мектепте осы пәнге өте жақын болдым. Математикаға, физикада біздің міне Асылбеков деген ұстазымыз болды. Математика, физикадан өтегеніп, қазірге дейін араласып тұрамыз. Кружоктар ұйымдастырып, сол біздің қабілетімізді арттыра білді. Соған өзім бейім болдым. Мен өкінбеймін де. Өйткені осы саладан өз бағытымды өзіме талабыма сәйкес мамандықты таңдадым деп ойлаймын. Павлодардың біз бітіретін кезде құрылысы күшті қарқында барды.
мына алюминий заводында салынып жатқаны 57 жылы. Қаланың да құрылыс салады. Соған қызыққандық па, құрылыс инженер болған деп. Кім білет, мүмкін мамандық болып қалса, құрылыс инженері де болып кетеді. Азаматтың пешенесіне жарылған 7 қазынаның бірі ақылды да сұлу әйел. Бәйбіше атты әр үйде бір мықты бар. Қасиетін қабағынан ұқтырар, дос алдында ерін көкке көтеріп, дұшпандарын даналықпен ықтырар деген өлең ойлы да орнықты, ақылды да абыройлы, беделді де білімді, салихалы да сабырлы әйелдерге арналған. Қажыкен Қабышұлының өмірдегі байлығы да, бақыты да Зара Қабдешқызы екенін ешкімнің дауы жоқ. Беделі де, білімі де жетерлік Қажыкен Зәкең сияқты елге танымал асыл жарымен өмір жолында нық басып қолтықтасып келе жатыр. Мен сол қуанып тұрып бір айтатын жағдайым. Менің қазіргі жарым, балаларымның анасы, немерелерімнің әжесі Сәрамен біз бір мектепте оқыдық. Жаңа айттым ғой, елден бітіріп келгеннен кейін ол алдыңғы партада отырды, абай атында, мен артында отырдым. Содан қоғамдық жұмыстарға қатысып, бірақ Зәра енді қаланың қызы ғой, қалада өскен. Өте активистка болды. Біз ауылдан келген, ұяң бала болдық. Сол бір класста жүргеннен кейін еріксіз класс жеткенсің Екатерина Отто деген сонда қоғамдық жұмыстарға жегіп қоятында, екеумізді бірге жүргізіп, кейде бірге шығарып жүреміз. Сонда айтатында, сен болсаң ұяң, Зәра болса, сонда ашық, екеуің кішкене сен оның деңгейіне көтер, кейін бір-біріңдері мүмкін ұнатып қаларсыңдар деп. Айтқандай, сол 9 класс бітіргеннен кейін ол кезде қазіргідей сөз ауызша айтатын емес, хат жазып, сол хатыма дұрыс жауап алып, мәз болып, бірақ Зәра екеуміз сондай серт байластық. Оның да жалғыз ғана шешесі бар, менде ешкім жоқ. Міндетті түрде оқуды бітіреміз, бір жыл жұмыс істеп үйленеміз деп. Айтқандай, мен Новосибирскке ауысып кеткен кезде жүрсем де Алматыға келіп жүрдім арасында, хат жазып тұрдық. Зәра 62-ші бітірді, бір жыл қызмет істеді, мен 63-ші жыл бітірдім, келіп сол жанұя құрдық. Ер азаматты елге танытатын да, көш соңында қалдыратын да әйел. Қажыкен Қабышұлының да тасы өрге домалап, бедел биігіне шығуына сөзі де өзі де өткір, жаны жайсаң, қызметтің де отбасының да тізгінін ақылдылықпен ұстай білетін Зара Қабдешқызының парасаттылығының әсері мол. Менің анам марқұм өте ақылды адам еді. Айтушы еді, өмірде Қажыкеннің жаныңда жүретін болса, сенен бақытты адам болмайды құлыным. Қазіргі қиыншылыққа сен мән берме. Енді жас отбасымыз аспирантураға оқуға кетті. 2 баламен қалдым мен. Соның бәрін туыстары қолымда болды, қарындастары. Соның бәріне қамқоршы болып, тамақ істеп мектепке барып, бала бағудың өзі маған оңай болған жоқ. Бірақ анам марқұм үнемі ақыл беріп отыратын. Сен шыдамдысың, сен пысықсың, сен жылдам істейсің, сен үлгересің деп өзімді мақтап отырып, осы шаруашылыққа бәріне бейімделген анам. Одан кейін ерекше менің жүрегімде қалғаны, осы тұңғышымыз Розамыз туғанда соншалықты қуанып, көзінен жасы шығып жылады. Заря, мен енді жалғыз емеспін. Менің қызым бар, біз 2 болдық. 2 деген 3 болдық. Мен көбейдім деп осы Розамыз туғанда ерекше бір сезімге бөленді. Одан кейін Асқарымыз туғанда, Мұратымыз туғанда тіпті өзі ерекше сондай қуанып, тебіреніп, атасын айтып, әкесін айтып, әжемізді айтып, осы туған туысқандарын айтып, ерекше бір жаңағы толған тұста жүрді. Сондықтан соның туысқа деген адал сағыныш сезімі, ағайынға, маңайына деген өзінің достық сезімін мен түсініп отырдым да, соны іске асырып отырдым. Біз 10 жыл бірге тұрғанымызда санасақ, аспирантурасы бар, университетті менен кейін бітірді, жарты жыл Новосибирск университетін. Одан кейін 1 жыл Польшаға барып қызмет істеп келді. 10 жылдығымызды тойлағанда біз 5 жыл бөлек болыппыз.
5 жыл бөлек тұрып, 2 баланы тәрбиелеп, отбасының шаруашылығын бәрін қамту маған оңай болған жоқ. Бірақ мен осы кәжайым менің арманына жетсінші, білімін алсын. Көзі соқыр болса да көкірек ояу, арманы асқақ әжеміздің осы арманынан шықса екен деген тілекпен мен оның бірде-бір жоспарына қарсы келіп көрген жоқ. Менің Қажай мен Заря менен достығымыз, семьялы достығымыздың осынша жылға созылғанына мен сондай қуаныштымын. Бұл екеуі жас күннен ақ қос жұлдыз атылған, бүгінгі еңбектердің жемісінің арқасында қос жұлдыз атанып отыр. Олардың семьялары, өсірген ұл қыздарының барлығы елге үлгі өнеге. Еңбек адамды 3 түрлі нәрседен құтқарады екен. Бірінші зерігуден, екінші мұқтаждықтан, үшінші кемшіліктен. Ендеше Қажыкен Қабышұлының білім саласындағы еңбек өтіліне жарты ғасырға жуықтапты. Бір салада қызмет ете отырып, өзінің еңбегін ғылыми түрде дәлелдеуі, өзінің мамандығына деген адалдығын, тұрақтылығын көрсетпей ме? Бергеннен берерім ол ғалымның 60-қа жуық ғылыми жұмысы бүгінде оқулық ретінде пайдаланылуы білім саласына қосқан қомақты үлесі. Қашанда тыңнан түрен салу оңай емес. Әсіресе жаңа істі бастауға жүрек керек. Міне біздің аймағымызда ақылы жоғарғы оқу орнын ашу Қажыкен Қабышұлының бастамасы. Және осы білім ордасының нарықтың талабына бірігіп кетуі іскерлікті байқатпай ма? Қажыкен Қайдаров өзі алғаш кірпішінен қалаған білім ордасында 1998 жылдан 2004 жылға дейін ректор болды. Қажыкен Қазақстан Республикасы жоғарғы оқу орындары басшылары санатында болуын ерен еңбектің жемісі деп ұққан жөн. Және Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері медалінің, Қазақстан Республикасы білім министрлігінің құрмет грамоталарының иегері. Облыс көлемінде алған марапаттары да жетерлік. Мен марапат үшін еңбек етпеймін, табиғатым тиянақты еңбек ету дейді ғалым. Айтса айтқандай, бүгінде Қажыкен Қабышұлы сүйікті университетінде үнемі ізденпаз жастар арасында ақылгөй. Енді қиыны қандай қиын болды. Өзімізде Совет үкіметі кезінде сол жүйеде тәрбиелеуіміз ғой. Нарықтық ешқандай қабілетіміз жоқ. Сондықтан талпынсыз керек болды, күні түрін үйрену керек болды. Совет үкіметі тарағаннан кейін үкіметтік емес мекемелерге, орындарға көп көмегін тигізді. Өйткені үкіметтік мекемелер үкіметтен алып атты қаражат. Сондықтан бізге Германиядан көп қаражат түсті. Тіпті парталарда, компьютерлерде келіп атты. Мұғалымдарымыз нарықтыққа бейім экономикалық бағыты бойынша сабақ беретін 6-7 айға дейін Дания, Германияға барып біліктілігін жетілдірді. Өзімізде қарап қалғанымыз жоқ. Осы нарықтық жүйенің күн демей, түн демей оқып, біліп, тырысып, басқарғаннан кейін енді өздерімізде сол бағытты білуіміз керек қой. Қиын да болса, талпыныстың арқасында осыған жеттік. Басында бұлағы бар өлең ұзақ ағады деген емес пе? Қажыкен Қайдаров биіктікке қол жеткіздім деп қол қусырып отыратын адам емес. Үнемі ізденіс үстінде. 1992-1993 жылдары қоғам өміріндегі қиындықтарға қарамастан түркиялық азаматтармен бірге Павлодарда 2 пансионатты ашуы осы сөздің дәлеліндей. Тоқтауы жоқ өмірде отбасыңның амандығы екен ғой бақыт деген деп, жанұяның мәні мен маңызын жырлаған ақын секілді отбасы одағындағы тыныштық ынтымақтың адам өміріне берер шапағаты жетерлік. Облыстағы зиялы отбасылардың алды деп есептелетін Қайдаровтардың жанұясында мемлекеттік тілдің айдарынан желеседі. Ата-анасынан берілген ұлттық салт дәстүр, әдет ғұрып, адам сыйлау қасиеттері балаларында ғана емес, немерелерінің өзінен байқалады. Мен апам мен атам оқыған Абай атындағы номер 10 лицей мектебінде оқимын. Ол мектеп біздің отбасымыз үшін өте маңызды. Себебі біз ұрпақтар сабақтастығын сақтап, осы апам мен атам сияқты мен мектепті бітіріп, жақсы үздік оқумен бітіргім келеді. Атам осы айналасында болған барлық проблемаларға
қарапайымдылықпен қарап, және де оны шешуге тиімді және тиянақты жолдарын табады. Сондықтан атам, мен ойлаймын, жалпы біздің қаламызға емес, бүкіл Қазақстанға бір үлгі тұтарлық азамат. Мен де сол, менің атам Қажыкен Қабышұлы деп мен мақтанамын. Мен өкінген кезім шіркін жаңа осы қазіргі кезімді, осы жеткен кезімді шіркін армандағы әжем болып көрсе екен, ата-аналарым болып қуанарым еді деп ойлаймын. Бірақ оған тағдыр жеткізбеді. Құдайға шүкіршілік, міне, немерелерім, балаларым, соны өзім арқасында әрбірі жан-жақты үй болып, өбірлі шүбірлі болып, сол менің қуанышым толтырып, қасымда аталап, әкелеп шауып жүреді, соған мәзбін. Басқа да өкінішім жоқ. Бүгінде Қажыкен Қабышұлы мен Зара Қабдешқызы тәрбиелеген 3 баласы жеке-жеке шаңырақ иелері. Ененің топырағынан деген ғой, келіндері де ибалы көргенді. Ал немерелері атасы мен әжесінің көз қуанышы. Қажыкен Қабышұлы мен Зара Қабдешқызы тамырын тереңге жайған бәйтерек секілді әулетінің бүгінгі тірлігіне тәуба дейді. Зәре қалада өскен елде болмағанында. Ауылға бар жатқанда айтамыз Зәраға. 3-4 жұмаға шыда, сосын бәрі қалаға көшіп келеміз. Ол кісілерім мені кішкентай кезімнен тәрбиелеп өсірді, енді қызықтап жатыр. Кейбір туған ағалінде ондай жасай алмайды. Бұл кісілер 4-ші адам. Жақсылап тұрып тойымыз жасады, сол кездегі деңгейге қарағанда. Сосын Зәреді түсінетін